Құрметті оқушылар, бүгін біз Адай күйінің екінші бөлімін өтеміз. Қазір сабағымызды бастамастан бұрын мен сіздерге осы екінші бөлімді ойнап көрсетейін. Екінші бөлім өтеді. Біз қазір осы екінші бөлімді толықтай өтеміз. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Бас бармағымызды 7-ші пернеге қоямыз, ал бірінші саусағымызды 5-ші пернеге қоямыз. 5, 7, 9 деп қазір төмен жоғары төмен тезірек ойнаймыз, е? Қайтан. Ары қарай 2 жоғары. Ары қарай кеттік, 7-ші пернеге 2-ші саусақ. Құрметті оқушылар, осы түсініксіз болса, тағы да бір асықпай ойнап қойық. Ары қарай бастырмамызды 10-ші пернеге қоямыз. Бірінші саусағымызды 9-ші пернеге қоямыз. Қайталаймыз. Құрметті оқушылар, көріп отырсаңыздар, осы буын 2 рет қайталанды. Яғни деп 2 рет қайталанды. Ал осы мына кішкентай ғана бір буын бар деген бұл 3 рет қайталанып тұр. Яғни қазір екінші бөлімнің басында ойнап берейін. 1, 2, осы 3 рет кездесіп тұр. Деген кішкентай буын 3 рет кездесіп тұр. Құрметті оқушылар, бұл түсінікті болса, біз ары қарай кеттік. Бас бармағымызды 7-ші пернеге, 2-ші саусағымызды 7-ші пернеге қоямыз. Дәл сол ырғақ ары қарай жүріп отыр, е? Екінші пернеге көшеміз, үсті ашық. Тағы да. Сосын 7-ші пернені бұлай 2 саусақпен басамыз. 4-ші саусақ және 3-ші саусақ. 3-ші саусақ үстіңгі 7-ші пернені басады, ал 4-ші саусақ астыңғы 7-ші пернені басады. Бұл кішкене алғашында ыңғайсыз болуы мүмкін. Сол себептен осы жерін осылай жаттығу жасаңыздар. Екеуін бірдей басып, е? Қазір осы буынды ойнаймыз. Ары қарай бас бармағы 7, 2 саусақ та 7. Алма кезек қағып жүреді, айтпақшы. Жаңағы буын қайталанып тұр.
ең басындағы буын ойналады. Тағы да. Құрметті оқушылар, бұл кішкене сіздерге дәл қазір түсініксіз болуы мүмкін. Сол себептен осы видео нұсқаны басынан бастап қайта-қайта айналдырып қарағандарыңыз дұрыс болады. Егер де сізге түсініксіз болып жатса, астына комментарияға сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Бүгіндікке адайдың екінші бөлімі аяқталды.